Саламатсың ба? Мен есімім Жұлдыз, математика пәнінің мұғалімі боламын. Біз бүгін тағы да биыл емтиханына келетін логика пәнінің есебін талдаймыз, иә? Сабақ басталмастан бұрын мен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер Астана ескене болса, онда Алматы неге тең дейді. Енді қараймыз, еге тең деп тұр. Демек, Алматыда да бірінші сан демек болады. Е болатын болса, еден басталатын сөз болса, онда мына үшеуі дұрыс емес деп сызып тастаймыз. Енді осы екеуінің қайсысы? Енді мына жерге келемізде, біз тағы да аны кездестірдік. Ол төртінші әріп. Демек, бірінші әріп е болады, төртінші әріпте е болады. Ол қайсысы екеуінің? Екіншісі міне, бірінші әріп е, төртінші әріп е. Демек, бізде Б жауабы. А жауабы болмайды екен, өйткені төртінші әріп бізде е болып тұр, сондықтан Б жауабы болады екен.